малашы жайлы жылдам ақпарат тарады. Барша көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армағазақ арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Өлтірдің ғой мамасының баласын, әнші Бүркіт жарақат алып қалды. Қазақстандық танымал жұп Бүркіт пенен Аиша желідегі жариялаған көңілді видео менен Instagram қолданушыларын әбден күлдірді деп хабарлайды өзгеріс.инфо. Видеоға қалдырған пікірді билейік деп едік, ол жарақат алып қалды деп әзілдей түсіндірген. Кадрларда жұп көңілді билеп жүріп, кенеттен Бүркіттің еденге құлап түскендігі байқалады. Кейін белгілі болғандай, бұрылған сәтте Аиша абайсызда оның иегіне шынтағыменен тиіп кеткен. Алайда жанкүйерлерін алаңдатпау үшін ерлі-зайыптылар түсірілім барысында ешбір актер зардап шеккен жоқ деп пікірін қалдырды. Желіге жарияланған бұл видео қолданушылардың көңілін көтеріп, жұптың позитивті көңіл-күй сыйлау мақсатында толықтай орындалды. Өлтірдің ғой мамасының баласын. Өте керемет жұпсыздар, бақытты болыңыздар, өте әдемі деген пікірлер қалдырылды желі қолданушыларында. Оқырмандары Бүркіт пенен Аишаға отбасылық өмірде бақыт тіледі. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар, және де осыған ұқсас өзге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз.